өшіріңіздер. Бірінші біз басаймыз, сосын кім ғой, біз кемес бұны. Отыра беріңіз. Доступ берілді, е? Ажыл бетеш бұл. Қайырлы күн, бүгінгі күнге сәттілік, Айыгүз ауданы бастаймыз. Саламатсыздар ма? Бастамас бұрын доступты қазір біз сөйлеген кезде қалай аламыз, соны түсіндірсеңіз жақсы болар еді. Гүлнар Анвархановна, сіздің даусыңыз ақырын естіліп тұр ғой, что-то. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі күнімізге сәттілік. Мен Рахимжанова Нұрзат Қалымтайқызы, номер 1 жалпы білім беретін орта мектептің бастауыш сынып мұғалімімін. Педагог зерттеуші, еңбек өтілім 21 жыл. Менің авторлық бағдарламамның оқу бағдарламасы негізінде мемлекеттік стандарттан алынды. Математика бастауыш сыныпта математика және логика таңдау курсы жаратылыстану математикалық бағыттың 2 сынып оқушыларына арналған. Жұмыстың мақсаты оқушылардың математика пәніне қызығушылығын дамытуға жағдай жасау. Енді 8 міндет қойдым. Оқушының тұлға ретінде қалыптасуына әсер етуі, ақыл ойын және ерік пен сезім белсенділігін арттыру, логикалық ойлау қабілеттерін арттыру, математикалық тілде сөйлеу машығын қалыптастыру, оқушылардың танымдық қабілеттерін дамытып, қызығушылығын арттыру, салыстыруға, қорытынды жасауға үйрету, топтық және жеке іс-әрекеттер тәсілдеріне үйрету, оқушының өз бетімен жұмыс жасауына ықпал ету. Енді өзектілігі біз 3 халықаралық әлемде отандық және жаңартылған білім беру мазмұны бойынша өзекті. Аталған тақырып әлемдік білім беру үдерісінде 20 ғасырдың 50 жылдарынан бері өзекті. Отандық білім берудің сапасын жақсарту, математика пәнінен интеллектуалдық сайыстарға, ғылыми жұмыспен айналысып, шығармашылыққа баулу қажеттілігін және математиканы өмірде қолдану өзекті. Жаңартылған білім беру бағдарламасы аясында функционалды сауаттылығын маңыздылығын ескере отырып, жан-жақты дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру болып табылады. Жұмыстың жаңашылдық дәрежесі білім беру жүйесінде педагогикалық және психологиялық жаңалығы, педагогикалық жаңалығы оқу сапасын арттыру үшін белгілі бір педагогикалық тәсілді оқыту мен оқу тәсілдерін қалай дамытуға болады деген мәселені шешу үшін оқушылардың білімді қалай игергенін зерттейді. Ал психологиялық жаңалығы математика және логика таңдау курсының интербелсенді әдістері арқылы білім алушылардың есеп шығару дағдысын қалыптастырады. Таңдау курсының мазмұны 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім математика ой жаттығулары 6 сағат берілді. Бұған логикалық тапсырмалар балалардың жас ерекшеліктеріне байланысты. Шамалар елінде оған 8 сағат, сандарға амалдарын қолдану және есептер оған 12 сағат, көбейту және бөлу сиқырлары 8 сағат бөлінді, жалпы 34 сағат.
Енді бұл әдістемелік әдістерде демонстрациялық әдістер, шығармашылық тапсырмалар, анықтамалық әдістер, енді зерттеу әдістері, жобалау әдістері, сандық модельдеу әдістері, проблемалық оқыту әдістері, интервенциялық әдістер, жүйелік талдау әдістері, құрылымдық әдістер, рөлдік ойын әдісі, группалық жұмыс әдісі, дискуссия әдісі, қадамдық оқыту әдістері, шығармашылық тапсырмада практикалық кейс әдістері, мультимедиялық құралдарды қолдану, баяндау әдісі, тренинг әдісі, сұрақ жауап әдісі, кері байланыс, интербелсенді ресурстарды қолдану әдісі, жобалау әдісі, жұптық жұмыс, зерттеу жобалар әдісі, анықтамалық әдістер, кейс талдау әдісі, теңдеуді шешу әдісі, мультимедиялық құралдар және технологиялар әдісі, ойната отырып ойлау әдісі, ақыл ой карталар әдісі, теориялық және практикалық білімнің үйлесім әдісі, қызықты фактілер әдісі, қайталау әдісі, дидактикалық ойындар әдісі, қысқаша пікірталас әдісі, түсіндіру әдістерін қолданамын. Бұл мақалам, авторлық бағдарламам, менде Кемеңгер ұстаз республикалық ғылыми әдістемелік журналда бастауыш сынып оқушыларына математика және логика талдау курсының оқыту ерекшеліктері деген тақырыпта жарияланды. Үздік педагог республикалық ғылыми әдістемелік журналында математика және логика талдау курсының бастауыш сыныптарда оқыту мақаламен жарияланды. Енді осы күтілетін нәтижем оқушылардың тұлға ретінде қалыптасуына әсер етеді, ақыл ойын және ерік пен сезім белсенділігін арттырады, логикалық ойлау қабілеттерін арттырады, математикалық тілде сөйлеу машығын қалыптастырады, оқушылардың танымдық қабілеттерін дамытып, қызығушылығын арттырады, салыстыруға, қорытынды жасауға үйренеді, топтық және жеке іс-әрекет тәсілдерін үйренеді, оқушылардың өз бетімен жұмыс жасауына ықпал етеді. Осы бағытта мен осы жұмыс жасау барысында осы авторлық бағдарлама оқыған деген сертификатпен марапатталдым, және де өзім педстарт мұғалімдер арасындағы жарыста 3-ші орын алдым. Және алғыс хат, облыстық іс тәжірибемді тараттым, және халықаралық ноябрь айында халықаралық УАЛС 2024 осы бағыт бойынша сертификатталдым. Оқушыларым да көптеген нәтижеге жетіп жатыр. Жаңағы ақбота, кенгуру дипломдармен марапатталып жатыр. Оқушым 3-ші орын облыстық жаралыстану математика бағытында олимпиададан 3-ші орын алды. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Рахмет сізге. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Менің аты жөнім Касенова Жадыра Еділовна, қалалық көпбейінді қазақ мектеп гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі, педагог сарапшы. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы бастауыш сынып оқушыларын пирс зерттеуіне дайындау. Қазақстанның халықаралық зерттеуіне қатысуға біріншіден білім беру саласының заманауи талаптарына сәйкес келетін ұлттық білім беру жүйесін жетілдіруге болжайды. Бастауыш сынып оқушыларының халықаралық пирс мәтінді оқу және түсіну сапасын бағалау зерттеуіне қатысу жоспарланған. Бастауыш мектептен бастап балалардың оқудағы негізгі жетістіктерінің бірі ол ақпараттық құзыреттілігінің қалыптасуы. Өйткені бастауыш мектепте алған сапалы білім ары қарай оқуының іргетасы болып табылады. Бастауыш мектеп мұғаліміне бастауыш сынып оқушыларының мәтінмен жұмыс істеу шеберлігінің негізін салуға, яғни ақпараттық дерек көзін білуге, қызықтырған сұрақтарға жауап іздей алуына және таңдап алған мәліметтерді сауатты көркемдеу мен ұсынуды қалыптастыру маңызды. Бағдарламаның өзектілігі оқу сауаттылығын бағалайтын халықаралық зерттеулерде оқу сауаттылығын салыстырмалы пирс зерттеуін оқушылардың білім жетістіктерін бағалау жөніндегі халықаралық қауымдастық жүзеге асырады. Мақсаты көркем мәтінді талдаудағы сауаттылығы мен мектеп оқушыларының оқу жетістігін бағалаудағы педагогикалық өлшеудің эксперименттік және апробациялық халықаралық стандарты негізінде пирс зерттеу жұмысын жоғары сапада ұйымдастыру және өткізуге жол ашады. Міндеті пирс зерттеуінің мақсаты түрлі әлем елдерінің бастауыш сыныптарының негізін түсіну,
деңгейінде сәйкестендіру және ұлттық білім жүйесінің оқу сауаттылығын ашудағы ерекшелігін анықтау болып табылады. Бастауыш сыныптарда көркем мәтінді талдау вариативті курс сабақтарындағы мәтінмен жұмыс арқылы оқу сауаттылығының арттыру, мәтіндегі түйінді ой қамтылған тақырып, оқушының іс-әрекетін басқару, ойлау, ой қорыту, ойын жеткізу, шығармашылығын дамыту, еркін таза сауатты сөйлеу дағдыларын қалыптастырып жетілдіреді. Зерттеу нысаны бастауыш сынып бітірушілерінің оқу жетістіктерін анықтайды. Себебі оқытудың алғашқы 4 жылы нақты барлық білімді және үйрену қабілеттерін шыңдаудың негізі. Мазмұны бойынша білімді табысты жалғастыруда негізгі мектепте әртүрлі мәтіндерді қолдану үшін осы уақыт арасындағы қатысушылар оқып үйрену керек. Бастауыш мектептен бастап балаларды оқытудағы негізгі жетістіктердің бірі ол оқушылардың ақпараттық біліктілігі қалыптасады. Пирс зерттеуінің маңызды аспектілері: бірінші, оқу дағдыларын дамыту, оқушылардың оқу сауаттылығын арттыру, мәтінді түсіну, негізгі ойды анықтау, талдау дағдыларын қалыптастыру. Екінші, қосымша оқу ресурстарын пайдалану, тест тапсырмалар, оқу материалдары және жаттығулар. Үшінші, оқушылардың қызығушылығын арттыру, әртүрлі жанрлар мен тақырыптарды оқу арқылы қызығушылығын ояту. Оқу дағдыларын дамыту, оқушыларды оқу дағдыларын дамыту үшін тұрақты оқу және талқылау әдістері қолданылады. Оқу дағдылары тек мәтіндермен жұмыс істей отырып қана емес, сонымен қатар сұрақтарға жауап беру, мәтін бойынша пікірталастар өткізу, оқушыларға негізгі ойды анықтауды үйрету. Оқушылардың қызығушылығын арттыру әдістері: оқушыларға оқу тапсырмаларын қызықты түрде ұсыну, оған яғни суреттер, бейнемазмұндар, ойындар арқылы. Оқушылар пікір алмасу, топтық тапсырмалар арқылы шығармашылық ойлау қабілетін дамыту. Сонымен қатар ата-аналармен де ынтымақтастық болу керек. Оқушыларды бағалау, оқу деңгейін тұрақты түрде бағалау, оқушылардың жетістіктері мен кемшіліктерін анықтау, тесттер мен жеке жұмыстар, топтық тапсырмалар мен жаттығулар арқылы бағалау. Бұдан күтілетін нәтиже білім беру саласында әсемдік басымдылықтарға көрініс тапқан құралдар негізінде алынған нәтижелерін талдауы, нақты өлшеуіштермен белгіленуі. Білім беру жүйесінің салыстырмалы бағасы мен олардың тиімділігі, зерттеу қорытындысына әсер ететін контекстегі дәйектемелерді анықтау, ғылыми дәлелденген әлемдік ақпараттық қауымдастықтың мәліметтерін алу, тәуелсіз елдер нәтижесін, сонымен қатар білім саясатын жақсарту нұсқауын зерттеуге қатысушыларға ұсыну. Пирс зерттеуіне дайындық бұл оқу сауаттылығын дамыту, қызығушылықты арттыру және оқу сапасын жоғарылату үдерісі. Зерттеу нәтижелері Қазақстанның білім беру жүйесін жетілдіруге, оқу бағдарламасын жақсартуға көмектеседі. Пирс зерттеуіне қатысу арқылы біз еліміздің білім беру жүйесінің даму бағыттарын анықтап, оқу сапасын жақсарту нақты қадамдар жасай аламыз. Бастауыш сынып оқушыларының оқу сауаттылығын деңгейін халықаралық деңгейде бағалау бұл Қазақстанның білім беру жүйесінің тиімділігін арттыру жолындағы маңызды қадам болып табылады. Назарларыңызға рахмет. Саламатсыздар ма? Демонстрация экраны қалай кіретінін білмей отырмын. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен Баянбаева Нұржан болатыны, бастауыш сынып мұғалімімін. Абай облысы бөлім Айгөз ауданының номер 9 бастауыш аралас мектебінің бастауыш сыныбының мұғалімімін. Сіздерге ұсынылғалы отырған авторлық бағдарламам бастауыш сынып оқушыларының математикалық сауаттылығын дамыту деген бағдарлама. Бұл 3-4 сыныптарға арналған бағдарлама. Бастауыш сынып оқушыларының математикалық сауаттылығын дамыту қазіргі замандағы білім беру жүйесіндегі маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Математикалық сауаттылық тек арифметикалық есептерді шығару емес,
бұл математикалық дағдысын, сауаттылығын дамыту, ол логикалық ойлау, талдау, салыстыру, үлгілерді тану және математикалық түсініктерді күнделікті өмірде қолдану қабілетін қамтиды. 21 ғасырдағы жаһандану үдерісі ғылым қолдану қабілеттерін қамтиды. 21 ғасырдағы қамтиды. Қарқынды даму цифрлық технологиялармен пайдалану оқушылардың математикалық білімін ерте жастан бастап қалыптастыру қажеттілігін көрсетті. Аталған авторлық жұмыс оқу бағдарламасына негізделе үлгілік бағдарламамен сабақтастықты ескере отырып құрастырылған. Бөлім тәрбие беру кезеңінде саналы, дұрыс, сапалы, коммуникативті оқу дағдыларын жетілдіру, логикалық қабылдауды дамыту, функционалдық сауаттылықтарын арттыру, пәнге деген қызығушылығын, зерттеушілік қабілетті дамытып қалыптастыруға бағытталған авторлық жұмыс. Білім беру стандартының пәндік тақырыптарын мазмұнын және де оқу сағаттарын курс бөлімдері арасындағы бөлуді, сонымен қатар пәнаралық байланысты ескере отырып, пәндер мен пән бөлімдерін зерделеудің ұсынылатын тәрбие негізінде, тәртібі негізінде құрастырылған авторлық бағдарлама. Бұл авторлық бағдарламаның басты мақсаты бастауыш сынып оқушыларының математикалық сауаттылығын дамытуға бағытталған тиімді әдіс тәсілдерді анықтау, оларды тәжірибеде қолдану және оқу үдерісінде математикалық білімді меңгерудің тиімді жолдарын ұсыну болып табылады. Ең басты міндет математикалық сауаттылық теориялық негіздерін зерттеу, оқу процесінде қолданылатын әдіс тәсілдерді талдау, логикалық ойлау қабілеттерін дамытуға арналған тапсырмалар жүйесін құрастыру, цифрлық технологияларды пайдалану, оқушылардың математикалық сауаттылығын бағалау және мониторинг жүргізу. Бұл жерде мен ұсынып отырғаным түсінік хатында жалпы сапалық мониторинг жүргізу арқылы оқушылардың білім деңгейін ары қарай жетілдіру болып табылады. Зерттеудің негізгі өзектілігі бұл математикалық сауаттылық. Барлығымыз білеміз, халықаралық PISA зерттеулердің нәтижесі бойынша біздің бастауыш сынып оқушыларының математикалық сауаттылығының деңгейін әлі де жетілдіру керек. Сондықтан осы бағдарламада мен осы PISA тапсырмаларын негізге ала отырып, сол математикалық сауаттылықты дамытуға бағытталған тапсырмаларды жинақтап отырмын. Енді зерттеудің жаңашылдығы ол интерактивті оқыту әдістерін қолдану, математикалық сауаттылыққа бағытталған мобильді қосымшалар мен платформаларды пайдалану, когнитивті даму негізінде математикалық сауаттылық қалыптастыру, бұл нейропсихология және педагогика әдістерін біріктіру арқылы жасалады, және де математикалық сауаттылықты өмірлік дағдылармен байланыстыру болып табылады. Менің осы авторлық бағдарламамның соңындағы күтілетін нәтиже оқушылардың математикалық сауаттылығының деңгейі артады, логикалық ойлау қабілеті мен аналитикалық дағдылар дамиды, оқушылар сандық ақпаратты дұрыс қабылдап, талдай алатын болады, және оқытуда интерактивті әдістерді қолдану арқылы қызығушылық деңгейі жоғарылайды. Бастауыш сыныпта математикалық меңгеруге деген ынта мен мотивация күшейеді. Менің айтқым келгені, бұл жұмысқа мен 2023 жылдан бері жұмыс істеп келе жатырмын. Сіздерге 34 апталық 1 сағат құрайтын 34 сағаттық күнтізбелік жоспарымен 34 сағатқа қысқа мерзімді жоспарды сіздерге ұсынып отырмын. Осының алдында мен интербелсенді әдіс тәсілдері бойынша осыны зерттеп келе, осы бағдарламаға келіп отырмыз. Осы бағдарламаны облыстық конференцияда зерттеу бойынша сыныптарда да пайдаланып қорғап шықтым. Облыстық конференцияға қорғалып шықты. Бұл сертификаттар бәрі бар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Барлықтарыңызға сәттілік.
Көріп тұрамын. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Барышева Арда Кажиевна, номер 4-ші жалпы орта білім беретін аралас мектебінің бастауыш сынып мұғалімі. Менің бүгінгі таңдағы авторлық бағдарламам ұсынып отырған құндылыққа бағытталған тапсырмалар мен жаттығуларды орындауда цифрлы платформаларды пайдаланудың тиімділігі. Бағдарламаның негізгі мақсаты бастауыш сынып оқушыларына құндылықтық тәрбие беруде цифрлы платформаларды тиімді пайдалану арқылы олардың тұлғалық, әлеуметтік және эмоционалдық дамуына ықпал ету. Бағдарлама арқылы құндылықтарға бағытталған тапсырмалар мен жаттығуларды орындау барысында оқушылардың саналы түрде құндылықтарды түсінуін қамтамасыз ету. Мұндағы міндеттеріміз бастауыш сынып оқушыларының жас ерекшеліктеріне сай құндылықтық тапсырмалар мен жаттығуларды әзірлеу және платформаларды ұсыну. Оқушылардың қызығушылығын арттыру үшін заманауи цифрлық құралдарды қолдана отырып, білім процесін ойын арқылы жүзеге асыру. Мұғалімдерге құндылықтық тәрбие беру әдістерін цифрлы платформалар арқылы меңгерту және осы бағытта көмек көрсету. Оқушылардың эмоциялық және әлеуметтік дағдыларын дамытуға бағытталған жаттығуларды цифрлы форматта орындау арқылы оларды өмірде қолдануға бейімдеу және дағдыландыру. Білім беру процесінде құндылықтық тәрбие мен цифрлы технологияларды біріктіре отырып, білім алудың тиімділігін арттыру. Бұндағы бағдарламаның өзектілігі қазіргі таңда, қазіргі әлемде цифрлы технологиялар білім берудің барлық салаларында кеңінен қолданылып келеді. Әсіресе бізде бастауыш сыныптарда жаттығуларды цифрлы платформалар арқылы орындау, олардың заман талабына сай білім алуына мүмкіндік береді. Осы арқылы балалардың цифрлық сауаттылығын арттырып қана қоймай, құндылықтар әлемін тереңірек түсінуге жағдай жасалады. Бұнда күтілетін нәтижелер және оларды тексеру тәсілдері, күтілетін нәтижелер, олар оқушылардың құндылықтық түсініктері қалыптасады. Оқушылар берілген тапсырма арқылы адалдық, мейірімділік, еңбекқорлық, сыйластық сияқты негізгі құндылықтарды қабылдай алады. Әлеуметтік және эмоциялық дағдылары дамиды. Оқушылар бір-бірімен қарым-қатынас жасау арқылы өз эмоцияларын басқару және дұрыс шешім қабылдау дағдыларын қалыптастырады. Цифрлық сауаттылық деңгейі жоғарылайды. Цифрлық платформаларды тиімді пайдалану арқылы оқушылардың цифрлы дағдылары артады. Нәтижелерді тексеру тәсілдерінде тест тапсырмалар, сауалнама, практикалық жаттығулар және жетістіктер күнделігі мұғалімнің бақылауы жүргізіледі. Бұнда оқушылардың құндылықтарды түсіну деңгейін тексеру мақсатында құндылыққа бағытталған тапсырмалар және оқушылар мен мұғалімдер бағдарлама бойынша кері байланыс жасау үшін сауалнамалар жүргізіледі. Құндылықтарды түсіну мен қабылдау деңгейін анықтау үшін интерактивті жаттығулар және рөлдік ойындар арқылы бағалау жүргізіледі. Әр оқушы өзінің жеке дамуын бақылау үшін жетістіктер күнделігін жүргізеді. Мұнда мұғалім осы күнделік арқылы оқушының құндылықтарды түсіну деңгейін қадағалайды. Мұнда оқушылардың өзара қарым-қатынасын тапсырмаларды орындау барысында көрінетін құндылықтың қасиеттерін бақылау арқылы бағалау жүргізіледі. Осы құндылықтарға бағытталған тапсырмаларды орындауда пайдаланылатын цифрлы платформалар мен құралдар қазіргі таңда пайдаланып жүр. Осы цифрлық платформалар пайдаланылады. Бұнда бұл платформалар арқылы мұғалімдер әртүрлі жаттығулар, викториналық сұрақтар, ойындар құралады. Құндылықтар талқылауға арналған интерактивті викториналар құруға мүмкіндік береді. Оқушылар ойын түрінде бір-бірімен жарысып, өз білімдерін тексере алады. Сонымен қатар сәйкестендіру, топтастыру жұмыстары арқылы өздерінің жарысып, өз білімдерін тексеруге ынталанады. Бұл жерде тағы да айта кетерлік, құндылықтар тақырыбында сөздік қорды байытуға, маңызды терминдарды жаттауға,
осы платформалардың көп мұғалімге тапсырмаларды беру, оқушылардың жетістіктерін қадағалау, кері байланыс орнату үшін қолайлы цифрлы платформалар енгізілген. Енді бүгінгі таңда осы цифрлық платформаларды қолдана отырып, оқушылар цифрлы платформа арқылы өздерінің орындап нәтижесін ғана көрмей, сонымен қатар құндылықтардың жүйесін қалыптастыра алады. Назарларыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Жақыпбаева Гүлшат Томиргалиевна. Аягөз ауданы бойынша білім бөлімінің Рахмадиев атындағы жалпы орта білім беретін мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бастауыш сынып мұғалімі. Менің сіздерге ұсынғалы отырған авторлық бағдарламам «Асыл білім кітапта» деп аталады. Бұл кітапшамда бастауыш сынып, яғни екінші сынып оқушыларының әдеби кітап оқу дағдыларын дамытуға бағытталған шығармашылыққа жетелейтін тапсырмалар қолданылған. Қазіргі таңда оқуға құштар мектеп жобасы аясында мектептерде балалар кітапханасы бағдарламасы жүзеге асырылуда. Сол себепті де әдебиеттік оқу пәні бойынша шығармашылық тапсырмалар өте аз. Осы бағдарламамды алудағы себептің бірі осындай әдебиеттік оқу пәнінен қосымша тапсырмалар дайындап, оқушыларға ұсыну болды. Кітап оқу адамзат ойлап тапқан ең ғажайып құбылыстардың бірі. Рухани жан дүниеге демеу беріп, адамның адами қасиеттерін арттыратын да осы кітап. Тәрбиеміздің бастауы ертегі, жыр дастандарымызда осы бүгінгі ұрпаққа кітап болып жетті. Абай атамыздың пайда ойлама, ар ойла, талап қыл, терең білуге. Артық білім кітапта ерінбей оқып көруге деген сөзінен ақ көп нәрсе аңғаруға болады. Сондықтан кітап оқу әр адам үшін қажет. Кітап көбірек алғыр ойлауға баулып, албырт сезімді тежеуге, ішкі барлық ойлау және сезіну қабілетімізді қалыптастыратын сезім тәрізді ми гимнастикасы болып табылады. Енді осы кітап оқуды ұйымдастыруда оқушының жас ерекшелігі басты орынға қойылды. Екінші сынып оқушылары ерекше анық түсті бояулармен көркемделген кітаптарға қызығушылық танытады. Сондықтан да алғашында шағын ертегі, өлең кітаптарды оқытып, оқыған кітаптарын талқыға сала отырып, саған қандай кітаптар оқуға ұнайды, кітап оқуға саған ұнады ма деген тақырыпта әңгіме жүргізіп, тақырыптарды таңдап алдым. Көбінесе Абай атамыздың өлеңдерін ертегі, шағын әңгіме, отбасы, ұстаз, мектеп, дос, отан, денсаулық тақырыптарына арналған өлең мәтіндерді алуға тырыстым. Бұл бағдарламамның мақсаты оқушының әдеби сауатын ашу, оқырмандық мәдениетке баулу, рухани дүниесін байыту, көркемдік эстетикалық талғамын арттыру, ізгілікті, елжанды тұлға тәрбиелеу. Мұндағы міндеттерім көркем шығармаларды оқуға сүйіспеншілігін арттыру, көркем шығарма бойынша түсінік қалыптастыру, сөйлеу тілін жетілдіру, өзіндік әрекеттілікке баулу, оқушы тұлғасын тәрбиелеу. Енді осыдан шығатын күтілетін нәтиже әрбір оқушы өзін-өзі дамытуына, өз мүддесімен қызығуын қанағаттандырып, қабілетіне сай білімін ұштауына ықпал жасайды. Кітап баланың ой өрісін жетілдіріп, білімін арттырады. Рухани байлық кітап оқу арқылы молаяды. Баланың ойлау өрісі артады. Өз ойын қысылмай еркін жеткізеді. Табандылық, тапқырлық қасиеттерді қалыптастырады. Оқушының өз бетімен кітап оқуын үйретуде оқушы сауаттанады, сөздік қоры ұлғаяды, ойын еркін жеткізе алады. Сөйлегенде мәдени әдеби тілде көптеген сөздердің баламасын тауып айтып, өз ой бойынша мазмұнын айта алады. Көркем әдебиетті үнемі оқитын оқушылар әдебиетті сурет бойынша сөйлегенде шешендік қабілеттері көрсете біле сөз таңдай алады. Енді осы бағдарламада мынадай оқу әрекеттері жүзеге асты. Оқу дағдысын, яғни дұрыс оқуын, түсініп оқуын, мәнерлеп оқуын, және жаттауын, өлең, мәтіннен үзінді, халық ауыз әдебиетінен үзінді, көркем әдеби сөздер, әңгімелеу, қысқартып, толықтырып, таңдау бойынша жазба жұмысы, сөздік, тіл дамыту жаттығулар, эссе, шығарма, мазмұндама жазуда балалар көптеген жұмыстар атқарады. Бұл жаңа айтқандай асыл білім кітапта курсының тақырыптық жоспары бойынша барлық 34 сағат берілген, аптасына бір рет, әр аптаның бір күнінде ата-аналардың
рұқсатымен осындай курс жүргізіп отырдым. Мынау сағаттары. Енді бұдан шығатын қорытынды, әр сабағымда психологиялық ахуал тудыра отырып, сабаққа деген қызығушылығын ояту арқылы ой қозғап тақырыптарды аша алдым. Сабақта оқушылардың тақырыпты түсінуіне қарай жекелеме, жұппен, топпен жұмыстар жүргізіп отырдым. Сабақ барысында әртүрлі әдістер арқылы оқушыларды дамытуға тырыстым. Көбінесе Блум таксономиясы бойынша жеңілден күрделіге қарай тапсырмалар орындатып отырдым. Сабақ соңында кері байланыс беріп, рефлексия жасалды. Қорытындылай келе, бұл бағдарламамның оқушыларға пайдасы өте көп дейді. Оқушылардың оқу техникасы артты, ежіктеп оқитын оқушылардың саны азайды. Өз ойын қысылмай еркін айтуға үйренді. Ертегі кейіпкерлерін рөлге бөліп сахналауды үйренді. Суреттерге қарап әңгіме құрай алды. Бұдан енді шығатын қорытынды, балаларымыз әртүрлі суреттер берілген, сіздерге көрсетіп отырмын. Осы менің енді тыңдағандарыңызға рахмет, барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет сізге де. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Сейітжанова Меруерт Ахметбековна, Аягөз ауданы номер 5-ші жалпы орта білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімімін. Менің авторлық бағдарламаның тақырыбы математика және логика 3-ші сыныптарға арналған. Бағдарлама оқушылардың математикалық білім тереңдетуге, логикалық ойлау қабілетін бағыттауға бағытталған. Балалардың шығармашылық қабілеті мен танымдық қызығушылығын арттыру мақсатында түрлі логикалық ойындар, есептер мен практикалық тапсырмалар енгізіледі. Бағдарламаның мақсаты оқушылардың пәннен алған білімдері бойынша тапсырмалар орындау арқылы ойлау, есте сақтау, зейіндерін қалыптастыру, шапшаңдыққа, ұйымшылдыққа, тапқырлыққа баулу. Міндеттері: оқушыларды өз бетімен белсенді жұмыс жасауға үйрету. Оқушылардың білімдері мен дағдыларын берік қалыптастыру. Оқытуды өмірмен байланыстыру, логикалық ойлау қабілетін дамыту. Математикалық тілде сөйлеу машығын қалыптастыру. Жұмыстың өзектілігі: бағдарламаның алдында тұрған негізгі талап оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін дамыту. Сонымен қатар математика пәнінде күнделікті өмірде кездесетін есептерді шығаруға үйрету, тез есептеуге баулу. Сыни ойлап, шығармашылық пен жұмыс істеу дағдысын қалыптастыру. Есептің мағынасын, есепте берілген іс-әрекеттері толығымен түсінуге, есептің шартын жазуға қалыптастыру. Математикалық сауаттылығы оқушылардың жазба мәтіндерді түсінуі және қолдануы, мәтін барысында ой толғауы, жаңа білім игерудегі әдіс-тәсілдерді қолдану. Әлеуметтік ортаға бейімделуі секілді қабілеттерін ашу. Оқушылардың бойында білім-білік дағдыларын, мәтінді оқу, ақпаратты қабылдау, мәтін ішінен іс-әрекетті белгілеу, ақпараттан түйінді ойды жинақтау, мәтіннің мазмұнын бағалау арқылы сауаттылық деңгейін арттыру. Жұмыстың ерекшелігі: жаңашылдық немесе қолданыстағы бағдарламалармен салыстырғанда осы бағдарламаға енгізілген жаңа түсініктемені қалпына келтіру мақсатында ұсынылған авторлық бағдарлама жаңартылған білім мазмұнына негізделген типтік үлгілі бағдарлама мақсаттарына сүйене отырып құрастырылған. Оқыту әдістері: топтық және жұптық жұмыс, логикалық ойындар, сурет пен кестемен жұмыс, интерактивті жаттығулар мен практикалық тапсырмалар орындау. Бағдарламаның тәжірибелік эксперименттік тексеруі: бағдарлама 2 жыл бойы 3-ші сынып оқушыларымен жүргізілді. Бастапқысында олар сауалнама, тест, бақылау жұмысы болды. Орталық кезеңінде сабақтар барысында логикалық ойлау, шығармашылық белсенділік пен пәнге қызығушылығы бақыланды. Қорытынды кезінде бақылау жұмыстары, шығармашылық тапсырма, сұхбат болды. Салыстырмалы түрде оқушылардың оқу жетістіктерінде 10 өзгерістер байқалды.
Осыдан күтілетін нәтиже оқушылар қабілетіне қарай мемлекеттік стандартқа сәйкес сапалы білім алады. Еркін әрі сыни ойлай білетін, белсенді, білікті, өзін-өзі тани алатын, өзіне сене отырып, білімге жауапкершілікпен қарайтын тұлға қалыптасады. Есеп шығару жолдары жүзеге асырылады. Түпкі нәтиже білім сапасын арттыру. Қорытындылай келе, бұл бағдарлама 3-ші сынып оқушыларының логикалық ойлауын, зейінін, есте сақтау қабілетін дамытуға, математикалық білімдерін кеңейтуге бағытталған. Оқыту процесі ойын түріндегі тапсырмалармен, ребустармен, басқартқыштармен және стандартты емес есептермен қызықты әрі мазмұнды ұйымдастырылады. Бағдарлама соңында оқушылар логикалық тапсырмаларды еркін шеше алатын, математикалық ойлау мәдениеті қалыптасқан тұлға ретінде қалыптасады. Назарларыңызға рахмет. Педагог зерттеу. Менің сіздерге ұсынайын деп отырған авторлық бағдарламаның тақырыбы танымды математика 3-ші сыныптарға арналған. Яғни, бұл жерде мен сіздерді өздеріңіз білесіздер, әрбір бағдарламада түсінік хаты, бағдарламаның мақсаты, бағдарламаның ерекшеліктері, күтілетін нәтижесі болады. Танымды математика бастауыш сынып оқушылардың математикалық ойлауын, танымдық белсенділігін, логикасын, шығармашылық қабілеттерін дамытуға бағытталған қосымша білім беру бағдарламасы. Бағдарлама оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттырумен қатар, олардың стандарттан тыс ойлауға, өздігінен шешім қабылдауға, математикалық тапсырмаларды өмірмен байланыстыруға баулиды. Ойын элементтері, ребустар, логикалық есептер, шығармашылық тапсырмалар арқылы баланың ойлауы жан-жақты дамиды. Бағдарламаның мақсаты оқушылардың математика пәніне деген қызығушылықтарын арттыра отырып, танымдық қабілеттерін, логикалық ойлауын, математикалық тілін, шығармашылық қабілеттерін дамыту. Міндеттері математика пәні бойынша берілген білімдерін тереңдету, танымдық, логикалық ізденушілік әрекеттерін қалыптастыру, қызықты тапсырмалар арқылы пәнге сүйіспеншілікті ояту, шығармашылық және сыни ойлауды дамыту, өзіндік шешім қабылдау, дәлелдеу дағдысын жетілдіру. Бағдарламаның ерекшелігі стандартты емес қызықты шығармашылық логикалық тапсырмаларға негізделген. Әр сабақ оқушының ойлауын, дамытуын, практикалық және ойын арқылы өтеді. Жас ерекшеліктеріне сай математиканы өмірмен байланыстыру арқылы беріледі. Оқушының танымын, ойлауын, қиялын, шешім қабылдау дағдыларымен қатар дамиды. Оқу белсенділігіне еркін ой айтуына дәлелдеуге жағдай жасаймыз. Бағдарламаны іске асырудың педагогикалық технологиялары, яғни мен бұнда дамыта оқыту технологиясы, сын тұрғысынан ойлау, жобалау технологиясы, деңгейлеп оқыту технологиясы, ойын технологиясы, АКТ мен жұмыс жоспарладым. Оқыту әдістері, проблемалық сұрақтар қою, интерактивті әдістер, яғни ой қозғау, болжау, салыстыру, ойлан, жұптас бөліс, миға шабуыл, кейс стади, логикалық тапсырмалармен жұмыс, қиялмен еркін пікір айтуға мүмкіндік беретін тапсырмалар. Бағдарламаны тәжірибелік эксперименттік тексеру, яғни бағдарлама 1 жыл бойы 3-ші сынып оқушыларымен жүргізілді. Бастапқыда олардан сауалнама, тест, бақылау жұмысы, ал орталық кезеңде сабақ барысында логикалық ойлау, шығармашылық белсенділік, пәнге қызығушылықтары бақыланды. Қорытынды кезеңінде бақылау жұмыстары, шығармашылық тапсырма, сұхбаттар алынды. Салыстырмалы түрде оқушылардың оқу жетістіктерінде оң өзгерістер байқалды. Күтілетін нәтиже оқушылардың сандары мен амалдары дұрыс қолдану дағдылар қалыптасады, математикалық терминология дұрыс қолдануға үйренеді, мәселелерді шешу барысында логикалық ойлау қабілеттері дамиды, статистикалық мәліметтер талдау және интерпретациялау дағдылары артады, топта және өз бетімен жұмыс жасау қабілеттері дамиды. Математикалық білімдерін өмірдегі нақты жағдайларда қолдану дағдылары қалыптасады. Қорытынды бөлімде танымды математика бағдарламасы оқушының жеке даму мүмкіндігін кеңейтіп, математика пәніне деген қызығушылықтарды арттырады. Білім сапасын жақсартуға бағытталған тиімді қосымша курс. Бағдарлама оқу үдерісіне тұрақты енгізу, шығармашыл,
логикалық тұрғыдан ойлайтын, пәнге қызығушылығы жоғары оқушы тұлғасын қалыптастыруға мүмкіндік береді. Назарларыңызға рахмет. Сізге де рахмет. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Мен Жұмаханова Гүлбану Усмахановна, Абай облысы білім басқармасының Аягөз ауданы білім бөлімінің Айғыз жалпы білім беретін орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бастауыш сынып мұғалімімін. Мен өзім бүгін сіздерге бастауыш білім беру жүйесінде қолданылатын инновациялар тиімділігі атты әдістемелік көмекші құралымен таныстырғым келіп отыр. Қазіргі заман мектебі бала үшін қызмет ете отырып, оның мақсаты білімді өмірге қолдана, көпшілікпен араласа алатын, ішкі мәдениеті, ойлау және сезіну қабілеті бар, адамгершілігі мол, адам дайындау болуға тиіс. Яғни, білгір адам парадигмасын өмірге дайын адам, іскер адам парадигмасына алмастыру болып табылады. Біз озық технологияларды естіп біліп көріп жүрміз. Сол технологиялардың алуан түрлілігі таңғалдырса, қолданудың ерекшелігі мен тиімділігі қатты қызықтырады. Мен өз іс тәжірибемде сын тұрғысынан ойлау технологиясын қолданамын. Сол технологияның стратегияларын өз пәндерімде жиі қолданып отырамын. Сын тұрғысынан ойлау Қазақстан білім беруді дамыту үшін маңызды болып табылатын қазіргі ең басты педагогикалық түсінік. Бұл модель оқушылардың да мұғалімдердің де сыни тұрғыдан ойлауды дамытуды саналы және оймен қабылдауын көздейді. Бұл мен өзі осы сын тұрғысынан ойлау стратегияларын қолдану кезінде оқушыларға мынандай басты міндеттер жүктеймін. Білімді өз бетінше табуды үйрен. Проблеманы анықтау, оның шешімін табуды үйрен. Қарастырылған мәселеге өз көзқарасың болсын. Не үшін оқып жүргеніңді және алған біліміңді қай кезде қолдануға болатынын түсінуге тырыс. Қарым-қатынас мәдениетін үйрену керек. Енді сол сын тұрғысынан ойлау стратегияларының бірнешеуіне тоқталып кеткім келіп отыр. Жаңағы сын тұрғысынан ойлау стратегиялары бұл сыни ойлауды дамытуға арналған бағдарламаның мақсаты оқушылардың ойлау қабілетін арттыру. Топтастыру стратегиясы. Мұғалімге өз қалауынша сабақтың барлық кезеңдерінде қолдануға мүмкіндік береді. Үй тапсырмасын сұрау, жаңа сабақты бекіту немесе қорытынды сабақтарда жақсы ұйымдастыра білген жағдайда оң нәтиже беретіні анық. Оқушыларға белгілі бір тақырып аясында топтастыру тапсырылады. Оқушы сол тақырыпты ашу мақсатында ойына бірден келген сөздерді жазу арқылы толтырылады. Бір айналым сөйлесу, әдебиеттік оқу және дүниетану пәндерінде қолданылған тиімді. Сабақта өтіп жатқан тақырып бойынша оқушылардың білімдерін тексеру кезінде жүргізіледі. Мысалы, әдебиеттік оқу сабағында ертегінің мазмұнын ашатындай 6 сөйлем құрап айту тапсырылады. Топ мүшелері тізбек бойынша әңгімелеп шығады. Келесі, әңгімені бірлесіп жазу. Бұл стратегия былай жүзеге асырылады. Әртүрлі тақырып жазылған бірнеше карточка болады. Әр топ бір тақырыпты таңдап алады. Алдымен топ мүшелері тақырып бойынша қандай идеялар қамтылатынын топтастыру арқылы жазады. Оқиға желісін анықтап алғаннан кейін бір оқушы мәтіннің басталуын, кіріспе бөлімін жазады. Екінші оқушы оқиғаны жазады, яғни негізгі мәселеге тоқталады. Үшінші оқушы мәтінді аяқтайды, қорытынды бөлім. Төртінші оқушы оқиғаға өз көзқарасын білдіреді. Келесі галереяны шарлау. Галереяны шарлау сынып оқушылар топқа бөлінеді. Оқушылар өз топтардың тапсырмаларын орындап болғаннан кейін дайын болған жұмыстар сынып қабырғасына ілінеді. Барлық топтар галереяны аралап шығады да басқа топтың жұмысына қатысты пікірлері мен ескертулерін стикерлерге жазып қалдырады. Әр топ өзінің плакатын тобына алып келіп, берілген нұсқауларды ескере отырып, өз жұмыстарын толықтырады. Өзге топпен берілген нұсқаулар бағалау түрінде берілмеуі тиіс және өте сыпайы болғаны жақсы.
жексу әдісі. Бұл стратегиялар мұғалімнің құзыреттілігінде, сабақтың ұйымдастыру кезеңінде немесе жаңа тақырыпты өту барысында да қолдануға болады. Мысалы, мен өзім дүниетану сабағында түсті металл кендер тақырыбын өту барысында ең бірінші оқушыларды осы металдардың аттарымен топқа бөліп алдым да, әр топ мәтіннің белгілі бөлігін дайындап, өз дайындығымен келесі топқа барып, презентациясын көрсетіп таныстырды. Сөйтіп барлық топ мәтіннің толық нұсқасымен танысып шықты. Бұл бір жағынан уақыт үнемдесе, бір жағынан бірден мәтінді сынып оқушыларының мазмұнын толық меңгеруіне мүмкіндік береді. Араласып кеткен оқиғалар деген стратегия көбінесе мәтінді талдау кезінде жүргізіледі. Мұғалім оқушыларға алдын ала дайындалған мәтін бөліктерін таратады. Топтағы оқушылар осы бөліктерден оқиға желісін сақтай отырып, мәтін құрастырып оқиды. Оқушылардан әңгіменің мазмұнына байланысты оқиғаның барысын жүйелі түрде орналастыру талап етіледі. Кубизм стратегиясы. Кубизм әдісі арқылы оқушыларға текше беріледі. Текшені айналдыра отырып қойылған сұрақтарға жауап береді. Мен көбіне бұны мысалы математика сабағында көбейту таблицасын қайталаған кездерде осы кубизм стратегиясын қолданамын, тиімділігі өте жоғары. Енді бұл осы менің әдістемелік құралымның негізгі күтілетін нәтижесі білімді өмірге қолдана алатын, көпшілікпен араласа алатын, ішкі мәдениеті, ойлау және сезіну қабілеті бар, адамгершілігі мол тұлғаны тәрбиелеп шығару. Назарларыңызға рахмет. Рахмет сізге де. Қайырлы таң, әріптестер. Мен Алекенова Гүлден Жүклешевна, Сәкен Сейфуллин атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі. Менің оқу бағдарламамның тақырыбы оқушыларды шығармашылыққа баулу. Бұл 3-ші сыныпқа арналады. Жалпы шығармашылық бұл адамның өзін өзі тануға ұмтылуы, ізденуі және жаңа нәрсе ойлап табуға бағытталған қабілеттер жиынтығы. Бағдарламаның мақсаты оқушылардың бойындағы шығармашылық қабілеттерін анықтай отырып, бала бойындағы рухани адамгершілік құндылықтар арқылы іс-әрекет қалыптастыру. Бағдарламаның міндеттері оқушылардың бойында жасырын жатқан қабілеттерін шығармашылық жұмыстар арқылы жарыққа шығару, жазылым тапсырмалары арқылы тілдік дағдыларды жетілдіру, сыни тұрғыдан ойлауды дамыту, мәтіндерді талдау арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылықтарын арттыру болып табылады. Бағдарламаның өзектілігі. Қазіргі қоғамда білім беру үдерісінде оқушылардың тілдік дағдыларын дамыту мәселесі ерекше өзектілікке ие болып отыр. Білім алушылардың оқылым және жазылым дағдыларын қалыптастыру, оқушылардың өмірлік дағдыларын дамытуға, оқыған ақпаратты сыни тұрғыдан қабылдау мен оны талдай білуге үйрету. Бұл бағдарлама осындай қажеттіліктерді ескере отырып, оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруға және өз ойын еркін жеткізе алатын тұлға қалыптастыруға бағытталған. Жалпы бағдарламаның жаңалығы, бағдарлама шығармашылық жұмыстардың тиімділігін, оқылым және жазылым дағдыларын дамытуда қолдану арқылы ерекшеленеді. Мұнда оқушылар түрлі мәтіндермен жұмыс істеп, өзара пікір алмасу, талдау, дәлел келтіру және өз ойларын негіздеу дағдыларын қалыптастырады. Сонымен қатар бағдарлама әртүрлі шығармашылық тапсырмалар мен рольдік ойындар арқылы оқушылардың шығармашылық әлеуеті мен жазылымдық қабілеттерін дамытуға басымдылық береді. Бұл оқыту тәсілдері оқушылардың қызығушылығын арттырып, мәтіндік ақпарат
жарықпен жұмыс істеу барысында жаңа әдістер мен технологияларды қолдану арқылы оқытудың заманауи тиімді жолын ұсынады. Жалпы бағдарлама төмендегідей тараулардан тұрады. Білім керек бәріне, атадан қалған асыл мұра, қыста талай қызық бар, бабалар өмірі ұрпаққа өнеге, адам болам десеңіз деген 5 бөлімнен тұрады. Және әр бөлімге 2 сағаттан 34 сағатқа күнтізбелік жоспар жасалынған. Және балаларды бағалау критерийі 34 сағатқа қысқа мерзімді жоспар салынған. Сондай-ақ бұл қысқа мерзімді жоспардан 2 республикалық журналға ұсынылып жарық көрді. Ол ұстаз еңбегі және білім айнасы атты республикалық журналдарда осы бағдарламаның қысқа мерзімді жоспары жарияланды. Жалпы оқушыларды шығармашылыққа үйрету әдістерінің бірі бұл белгілі мақал негізінде әңгіме жазғызу, мәтін бойынша мақал құрастыру, шығарма мәтінді тақырып бойынша, жоспар бойынша, тірек сөздер бойынша құрап жазу, көлемі ұзақ шығармаларды жоспар құру арқылы қысқартып әңгімелеу, қайталау сабақтарында оқыған мәтіндер бойынша өз беттерінше тест тапсырмаларын орындау сияқты көптеген жұмыстар жасауға болады. Сондай-ақ осындай жұмыстардың нәтижесі және де осы бағдарламадан күтілетін нәтиже мына төмендегідей. Оқушылардың пәнге деген қызығушылықтары оянып, ынтасы дамиды. Білуге, үйренуге деген қызығушылықтары артады. Ата-ана тарапынан қолдау болады. Кітапханамен тығыз байланыс орнайды. Оқушылардың ізденімпаздығы артып, шығармашылықпен жұмыс жасауға дағдыланады. Танымал тұлғаларды кеңірек тани отырып, сөз маржанын теріп, мағынасына терең ой бойлап, жүйелі сөз, ақылды ой айта білуге үйренеді. Оқушыларда өздеріне деген сенім, үлкен жауапкершілік пайда болады. Өздерін дара тұлға ретінде сезініп, көп білуге ізденеді. Қиялдары артады. Қорытындылай келгенде, бұл бағдарлама 3-ші сынып оқушыларының оқылым, жазылым, тыңдалым және айтылым дағдыларын жетілдіруге бағытталған. Бағдарламада оқушылардың сөздік қорын молайту, тілдік дағдыларын дамыту және өз ойын еркін жеткізуге үйрету мақсаттары қарастырылады. Бағдарламада диалогтық тәсілдер, сұрақ-жауап әдістері, рөлдік ойындар, топтық және жұптық талқылаулар, мәтіндермен жұмыс сияқты әртүрлі әдістемелік тәсілдер жүйелі түрде қолданылады. Сонымен қатар бағдарлама мазмұнында ұлттық құндылықтар мен салт дәстүрлерді оқытуға ерекше мән беріледі. Бұл әдістемелік тәсілдер оқушылардың тілдік дағдыларын жетілдірумен қатар, олардың сөйлеу мәдениетін қалыптастырып, тұлға ретінде дамуына ықпал етеді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет сізге де бөліскеніңізге. Көп рахмет. Жақсы. Баршаңызға рахмет. Айығыз ауданы аяқталды. Келесі Мақаншы ауданы. Жақсы, рахмет. Бақсекенова, дайынсыз ба? Жұлдыз Малғажиевна, дайын отырыңыз, келесі. Демонстрация өздері жасай береді, доступ беріліп тұр ғой. Демонстрация экраны жасадым, көрініп тұр ма? Иә, көрініп тұр. Көрініп тұр. Бастай беріңіз. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Түндебаева Бақытсекенқызы, Абай облысы Мақаншы ауданы Көктал орта мектеп бақшасының бастауыш сынып мұғалімі, педагог зерттеуші. Жалпы мені бүгін бағдарламадағы авторлық бағдарламаның тақырыбы функционалдық сауаттылықты дамытуға бағытталған есептер. Бағдарламаның мақсаты
Қызықты математика сабағында есептерді өмірмен байланыстыра отырып, тиімді тәсілдермен шығару арқылы танымдық шығармашылық қабілеттерін арттыру, оқушылардың теориялық білімдерін логикамен ұштастыра отырып, алған білімдерін күнделікті өмірде пайдалана білуге баулу. Бағдарламаның міндеті бағдарламада оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға, шығармашылық тапсырманы меңгеруге тиісті білім, білік, дағды мөлшері көрсетілген. Бағдарламаның өзектілігі: логикалық ойлаудың ерекшелігі қорытындылаудың қисындылығында, олардың шындыққа сай келуінде. Оқушылардың ойлауын дамытып, дұрыс ой түйіп, өздігінен сапалы, дәлелді шешімдер қабылдай білуге үйрету математика сабағының міндеті болып табылады. Жалпы бағдарлама 94 беттен тұрады. 3-30 бетте логикалық ой өрістерін арттыруға байланысты тесттер жинағы көрсетілген. 30-54 бетте нұсқаға құралған тест тапсырмалар жинағы, яғни бұнда өтілген әртүрлі тақырыптарға байланысты құрастырылған. Мұнда күрделі теңдеулер, қалдықпен бөлу, амалдардың орындалу ретін анықтау сияқты тапсырмалар берілген. 54-72 бетте функционалдық сауаттылықты арттыруға бағытталған логикалық есептер жинақтары жауабымен көрсетілген. 72-83 бетте математикалық сауаттылыққа байланысты есептер, ал 84-93 бетте математикалық сауаттылыққа байланысты есептердің шешімі мен жауаптары көрсетілген. Логикалық есептерді, мысал үшін бірнешеуіне тоқталып өтетін болсам, өздеріңіз көріп тұрғандай, мұнда айдана 6 нүктені нөмірлеп, алдымен жүк нүктелерді, одан кейін тақ нүктелерді қоса отырып, 2 үшбұрыш салады дейді. Сонда алынған үшбұрыштарды ол әрқайсына өз түсімен бояды. Осы әрекеттердің нәтижесінде айдана 5 нұсқаның қайсысына ие болуы мүмкін. Яғни бұнда д нұсқасы деп. Осындай балалардың логикалық ой өрістерін арттыратын көптеген есептерден құрастырылған. Екінші тапсырмада, мысалы, аквариумның өлшемі бірдей 1-2-4 метрден құралған болса, бұл сол жақтағы онда су мөлшері 25 сантиметр қабатты көрсетіп тұр. Енді оны оң жақтағы да егер оны бұрып қарайтын болсақ, мұнда су мөлшерінің қабатының қалыңдығы, яғни ол мөлшері көбейген сияқты болып көрінеді. Бірақ бала логикалық ойлау арқылы бұндағы су мөлшерінің, яғни аквариумның өлшемі бәрі бірдей болғандықтан су мөлшерінде өзгермегенін байқауға болады. Мысал үшін келесі бөлімде функционалдық сауаттылыққа байланысты тесттер жинағында, мысал үшін сонда әртүрлі есептері осындай суреттермен оқушының қызығушылығын арттыруға байланысты құрастырылған. Мысал үшін шынайы теңдікте екеуі бірдей сандар, квадраттармен жабылған сұрақ белгілері ұсынылған. Қандай нөмірлер жабылды дегенде, бұл есептің жауабында мысалы 51-ден 20-ны, 10-ды және 10-ды 1-ді алатын болсақ, 10 шығады. Яғни екі бірдей сан болғандықтан 10-ды біз 2-ге бөлеміз. Жауабы сонда бұл нұсқасы 5 деген шығады. Енді математикалық сауаттылыққа байланысты да осындай әртүрлі есептер оқушының логикалық ойлау қабілетін арттыруға байланысты бірнеше жаңағы мен беттерін айтып кеттім. Енді сол бойынша әртүрлі есептер құрастырылған. Енді логикалық ой өрісін арттыру арқылы біз оқушылардың ой өрісін дамытамыз. Мысал үшін, осы егер математикалық сауаттылықтағы есептерді қарайтын болсақ, бала ойланып қалады. Мысал үшін, 3 таңбалы саннан 7-ні алғанда 7-ге бөлінеді дейді, 8-ді алғанда 8-ге бөлінеді, және 9-ды алғанда 9-ға бөлінеді. Ол қандай сан деген? Осы 3 саннан құралған сан. Яғни 7, 8, 9-ды көбейтетін болсақ, 504 шығады. 504-тен 7-ні алсақ 497, ол 7-ге бөлінеді. Ал 504-тен 8-ді алсақ 496, ол 8-ге бөлінеді. 504-тен 9-ды алсақ 495, ол 9-ға бөлінетін сан. Яғни жауабын осылай тауып алады. Сонда әртүрлі егер бастауыш сынып оқушыларына арналған, мысал үшін, алтын сақа, бастау, ақбота олимпиадаларында логикалық тапсырмалар көптеп кезігеді. Сондықтан осы бағдарламадағы тапсырмалар оқушылардың логикалық ой өрістерін дамытуға бағытталған деп есептеймін. Жалпы бұл бағдарламадағы негізгі күтілетін нәтиже логикалық ойлау қабілетін дамыту және PISA, ББЖМ сияқты халықаралық зерттеулерге дайындық жасайды. Оқушы өз бетімен ізденуге қалыптасады. Бұл енді қызықты математика сабағында математиканың қосымша сабағы ретінде осылай халықаралық зерттеулерге оқушыларды дайындауға өте тиімді деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Рахмет сізге. Рахмет. Жұлдыз Малғажиевна.
Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Мақаншы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Құдайбергенова Жұлдыз Майғажықызы. Қазіргі таңда педагог зерттеушімін. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы бастауыш сынып оқушыларының ғылыми зерттеуге қызығушылығын қалыптастыру. Ең алдымен тақырыбымды қысқаша ғана ашып өтейін. Ғылыми зерттеу дегеніміз не? Ғылыми зерттеу белгілі бір мәселені терең зерттеп, жаңа білім алу немесе тәжірибеде қолдану мақсатында жүргізілетін жүйелі және жоспарлы әрекет. Жалпы осы бағдарламаның қолданудағы негізгі мақсат қосымша осындай бағдарламалар енгізу арқылы оқушыларда экологиялық білім қалыптасады. Ал қазіргі экологиялық білім бізге адамзатқа өте қажет. Мысалы, қазіргі кездегі озон қабатының жұқарып бара жатуы, көмір қышқыл газының көбеюі. Сондағы өсімдіктерде жүретін фотосинтез процесінің маңыздылығын көрсету, яғни жасыл өсімдіктерді көбейту болып табылады. Осы бағдарлама жаңағы 2-ші, 3-ші, 4-ші сыныптарға арналады. Бағдарлама 8 бөлімнен тұрады. Өсімдіктер, жануарлар, адам, ауа мен су, табиғат ресурстары, жер мен ғарыш, күн және қозғалыс, жарық, дыбыс, электр, магниттігі. Бағдарламаның жалпы мақсаты қоршаған әлемнің тұтастығын түсіну, экологиялық сауаттылық негіздерін, табиғат пен адамдар әлеміндегі адамгершілік мінез-құлықтың қарапайым ережелерін, табиғи және әлеуметтік ортадағы денсаулықты сақтау, мінез-құлық нормаларын игеруге жағдай жасау. Бағдарламамыздың міндеттері қоршаған әлемдегі себеп салдарлық байланыстарды орнату және анықтау дағдыларын дамыту, зерттелген тірі және жансыз табиғат объектілері мен құбылыстарын тану, қоршаған ортада қарапайым бақылаулар жүргізу және қарапайым зертханалық жабдықтар мен өлшеу құралдарын қолдана отырып тәжірибелер қою. Бақылаулар мен тәжірибелер жүргізу кезінде қауіпсіздік техникасы ережелерінің нұсқауларын орындау. Бағдарламаның ерекшелігі, бағдарламада ұсынылған әдістер оқушыларға пәнді қабылдауды едәуір жақсартуға көмектеседі. Қойылған міндеттерге қызығушылық тудырады. Сабақта қолданылатын жұмыс тәсілдері мен әдістері оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыруға бағытталған ақпараттық білім беру ортасын дамытуға ықпал етеді. Оқу іс-әрекеті процесінде білім алушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға мүмкіндік беретін жаңа технологиялардың бірі бұл сыни ойлауды даму технологиясы. Ол коммуникативтік құзыреттілікті ақпаратты таба және талдай білуді дамытады. Объективті және жан-жақты ойлауға үйретеді. Сыни тұрғыдан ойлау бұл балаға не үшін үйренетінін, не үшін және не істейтінін түсінуге көмектесетін дағды. Мұғалімнің міндеті оқушыларға керекті ақпараттарды анықтауға көмектесу. Осы жерге айтылғандай және жаратылыстан пәні бойынша жүргізілген қысқаша зерттеу жұмысын көрсете кетейін. Бұл өсімдіктер жапырақтары қалай жұмыс істейді тақырыбында алынды. Бұл жерде оқушыларға концептуалды және дебатты, сосын кейін нақты сұрақтар қою арқылы бақылау жүргізілді. Зерттеу жүргізу арқылы оқушылар шығармашылықпен дағдыланады және зерттеу дағдылары қалыптасады. Бұл бағдарламадан күтілетін нәтиже оқу тәрбие процесін жақсартады, жаңа әдіс тәсілдерді анықтауға мүмкіндік береді, оқушылардың білім сапасын арттырады, көбірек зерттелген тиімді әдістерді қолдану арқылы оқушылардың танымдық деңгейін көтереді. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Рахмет. Гүлнар Анвархановна, келесі кезек өзіңізде. Рахмет сізге де.
Дауысыңыз шықпай тұр. Саламатсыздар ма? Шығып тұрып тұр, Сәлеметсіз бе? Естілді. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен Маханшы ауданы Қарабұлақ орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бастауыш сынып мұғалімі Мұхамедшанова Гүлнара Нұрханқызы. Бүгінгі сіздерге ұсынып отырған әдістемелік бағдарламаның тақырыбы бастауыш сынып оқушылары үшін нейро жаттығулардың жылдам оқуға ықпалы. Қазіргі заманғы білім беру жүйесінде оқушылардың жылдам оқуға деген қабілетін арттыру үлкен маңызға ие. Бастауыш сынып оқушыларының оқу дағдыларын қалыптастыру барысында нейро жаттығулардың қолдану оқу жылдамдығы мен мәтіндерді түсіну сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. Бұл әдіс мидың нейрондық байланыстарын нығайту арқылы оқушылардың зейінін шоғырландыру, оқу жылдамдығын арттыру және ақпаратты өңдеу қабілеттерін дамытуға бағытталған. Бағдарламаның мақсаты бастауыш сынып оқушылардың оқу жылдамдығын арттыруға және мәтінді түсіну дағдыларын жақсартуға нейро жаттығулардың тиімділігін зерттеу мен енгізу. Бұл бағдарламаның өзектілігі бастауыш сынып оқушыларының оқу қабілеттерін ерте жастан дамыту білім беру процесінің маңызды бөлігі. Қазіргі білім беру бағдарламаларында оқушылардың ақпаратты тез әрі тиімді меңгеру қажеттілігі артып келеді. Оқу жылдамдығын арттыру арқылы оқушылардың зейіні мен логикалық ойлау дағдыларын қалыптастыру қажеттілігі туындап отыр. Нейро жаттығуларды қолдануы білім беру процесіне инновациялық тәсілдерді енгізуге мүмкіндік береді. Бұл курстың жаңашылдығы нейро жаттығуларды бастауыш сынып оқушыларының оқу қабілеттерін дамыту үшін жүйелі түрде қолдану. Жаттығулар мидың оң және сол жарты шарларының үйлесімді жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған. Мультимедиалық технологиялар мен ойын элементтерін біріктіру арқылы жаттығуларды қызықты және тиімді ету. Жылдам оқу техникасы нейроғылымда негізделген әдістермен үйлестірілген. Бағдарламаның негізгі міндеттері бастауыш сынып оқушыларының оқу жылдамдығын бағалау және даму деңгейін анықтау. Нейро жаттығулардың оқушылардың зейінін, есте сақтау қабілетін және оқу жылдамдығын арттыруға ықпалын зерттеу. Нейро жаттығулардың жүйелі бағдарламасын әзірлеу және тәжірибеде қолдану, оқушылардың оқу нәтижелерін талдау және оларды даму динамикасын бақылау. Мұғалімдер мен ата-аналар үшін ұсыныстар мен әдістемелік нұсқаулар әзірлеу. Яғни осы бағдарламаны жазу барысында күтілетін нәтиже бастауыш сынып оқушыларының оқу жылдамдығы мен мәтінді түсіну сапасының жақсаруы, зейін қою, есте сақтау және оқу дағдыларын арттыру, оқушылардың логикалық және креативті ойлау қабілеттерінің дамуы, оқушылар мен ата-аналардың нейро жаттығуларды қолдану арқылы оқушылардың оқу жетістіктерін арттыруға арналған құрал жабдықтарды меңгеруі. Енді әдістемелік бағдарламаның тұрақты мазмұны бойынша бұл бағдарламада көптеген нейро жаттығуларға арналған баланың ойлау қабілетін зейінін дамыту мақсатында көптеген әдіс тәсілдер жазылған болатын. Соның бірнешеуіне тоқталып кетейін. Бұнда зейінді шоғырлану жаттығулары зейінді дамытуға арналған қысқа ойындар, түрлі түсті карточкалар әдісі арқылы зейінді жаттықтыру. Қол және көз қозғалысын үйлестіру, шеңбер мен төртбұрышты жаттығу, төртбұрыш жаттығу, бұл бір қолмен шеңбер, яғни екінші қолмен төртбұрыш сызу. Қол саусақтар жаттығуларын орындау, есте сақтау дағдыларын дамыту, көру және есту арқылы ақпаратты есте сақтау жаттығулары, яғни бұнда 10 сөзден жоғары сөздерді есте сақтап, оны қайталау арқылы бала тез оқуға және зейінін дамытуға ықпал етеді. Енді бұл авторлық бағдарламамның бағдарлама 34 сағаттан тұрады. Әр сағаттың өзінің арнайы жазылған сабақ жоспары бар. Бір аптада бір сағаттан өткізіліп отырады. Енді, құрметті әріптестер, бұл әдістемелік бағдарламадан күтілетін қорыта келген кезде бастауыш сынып оқушылар үшін нейро жаттығулардың жылдам оқу ықпалы авторлық бағдарламасы оқушылардың оқу және есте сақтау дағдыларын дамытуға маңызды құрал болып табылады.
Бұл бағдарлама арқылы оқушылар жылдам оқуды, жылдам ойлауды тереңірек меңгеріп, өз пікірлерін жеткізу сияқты дағдыларын жетілдіреді. Қорытындыда келе, бұл авторлық бағдарлама бастауыш сынып оқушыларының мәтін мен жұмыс жасау дағдыларын дамытуға маңызды қадам болып табылады. Ол олардың оқу процесіне белсенді қатысуына ынталандырады. Оқу мен көру аймақтарының дағдыларын дамытуға үлкен үлес ықпал етеді. Білім сапасын жақсартуға бағытталған тиімді құрал ретінде қызмет етеді деп ойлаймын. Құрметті әріптестер, осымен авторлық бағдарлама қорғау ең аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Гүлзифа Азатбековна. Демонстрация жүру керек. Көрініп тұр ма? Жүріп жатыр екен. Көрініп тұр ма? Өзім шығып. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Абай облысы білім басқармасының Мақаншы ауданы білім бөлімінің Жарбұлақ орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Катиева Гүлзифа Азатбековна. Құрметті әріптестер, Демонстрация жасалды ма? Көрінген жоқ. Жоқ, көрінген жоқ. Зумды көрсетіп отырсыз. Свернуть етіп, слайдыңызға кірсеңізші. көрінді ма? Жоқ. Экраныңыз көрініп тұр. Свернуть етіңіз де зумды, слайдыңызды қосыңыз. Көрініп тұр ғой жаңа. Қостыңыз ғой. Болды, бастай беріңіз. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бармын. Дайын болсаңыз бастай бересіз ба? Гүлзифа Азатбековна что-то жоққа кірмей жатыр әлі. Доступ бермей жатыр ғой. Демонстрацияға. Доступ бересіздер ме? Админ. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Мен Мақаншы орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бастауыш сынып мұғалімі Берікболова Зайра Серғазықызы. Бағдарламаның тақырыбы математикалық және әдіс тәсілдерді бастауыш сыныптарда қолданудың ерекшеліктері мен мүмкіндіктері. Бұл 3-4 сынып оқушыларына арналған бағдарлама аптасына 1 сағат 34 сағатты құрайды. Енді бұл бағдарламаның мақсаты оқушыларға математикалық білімнің негізгі ұғымдары мен принциптерін меңгерте отырып, олардың логикалық ойлау қабілеттерін дамыту. Оқушыларды математиканың тек жаттанды түрінде оқыту емес, пәнге деген қызығушылық ояту арқылы танымдық қызметін ынталандыру. Енді бұл бағдарламаның міндеттері
оқушыларға математикалық ұғымдарды және әдістерді қарапайым тілмен түсіндіру, жаңа әдіс тәсілдері арқылы оқушылардың пәндік білім деңгейін арттыру, оқушыларды ойлау қабілетін дамытуға бағытталған жаттығулар мен ойын элементтерін қолдану, өз беттерімен есеп шығару және шешім қабылдау дағдыларын жетілдіру, ақпараттық коммуникациялық технологияларды оқу процесінде тиімді пайдалану, оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып жеке оқу траекторияларын құру. Енді бұл бағдарламада пәнаралық байланыста математика пәні білесіздер барлық пәндерменен байланыста болады. Соның ішінде қазақ тілі мен әдебиет, дүниетану, информатика, бейнелеу өнері, музыка, дене шынықтыру пәндерімен байланысты. Пәнаралық байланыс арқылы математикалық білім өз саласында шектелмей басқа пәндерде де қолданылатынын көрсетуге болады. Бұл әдіс оқушылардың жалпы танымдық деңгейін арттырып, пәндер арасындағы логикалық байланысты терең түсінуге мүмкіндік береді. Бағдарламаның өзектілігі бұл бастауыш сыныптарда математиканы оқытуда жаңа әдістерді енгізу, оқушылардың аналитикалық ойлау қабілетін дамытуға, математикалық түсініктерін тереңдетуге, әрі білім сапасын арттыруға үлкен ықпал етеді. Осы тұрғыдан алғанда бұл бағдарлама өзекті. Себебі қазіргі білім беру процесіне жаңашыл тәсілдер мен заманауи әдістерді тиімді қолдану қажеттілігі туындап отыр. Енді бағдарламаның жаңашылдығы оның құрылымдық тәсілімінде жатыр. Әр тақырып арнайы зерттелген әдістемелік материалдармен толықтырылып, оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып құрастырылған. Сыни ойлау, проблеманы шешу және өз бетімен оқу дағдыларын дамытуға бағытталған әдістермен қамтылған. Енді бұнда көбінесе біз ойын түрінде өткіземіз, сонда қолдану тәсілдері мен үлгілері сыныптық жарыс ойындары командалық түрде өткізіп, оқушылардың бәсекелестік және ынтымақтастық дағдыларын дамытады. Екінші интерактивті ойындар бұл цифрлық құралдар арқылы ұйымдастырылып, IQ құзыреттілікті арттырады. Үшінші рөлдік ойындар математикалық кейіпкерлерді сомдау арқылы пән мазмұнын терең түсінуге мүмкіндік береді. Төртінші логикалық жұмбақтар мен ребустар бұл шығармашылық және сыни ойлауды жетілдіреді. Соныменен осы бағдарламадан күтілетін нәтиже оқушылардың математикалық сауаттылығы артады, логикалық ойлау және проблемаларды шешу қабілеттері дамиды, пәнге деген қызығушылық және мотивация артады, ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану дағдылары қалыптасады, өзіндік оқу және ізденіс дағдылары жетілдіреді. Сонымен бірге оқушыларға арналған жұмыс дәптері де бар. Бұл жұмыс дәптері оқушылардың өз бетімен жұмыс істеуіне, жеке тұлғалық және топтық тапсырмалар арқылы білімдерін бекітуге арналған. Әрбір тапсырма баланың логикалық ойлауын дамытады. Оларды нақты есептерді шешуге, математикалық ұғымдарды өмірде қолдануға баулиды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет сізге де. Зифа Азатбековна. Көрініп тұрмын ба?
Бастай беріңіз. Зифа Азатбековна. Бақайымда көрініп тұрмын ба? Көрініп тұрсыз. Бастай беріңіз. Шығып тұр слайдыңыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Абай облысы білім басқармасының Мақаншы ауданы бастауыш сынып мұғалімі, педагог сарапшы Катиева Гүлзифа Азатбековна. Құрметті әріптестер, мен сіздерге осы авторлық бағдарламаны ұсынып отырудың мақсатына тақырыбын айтып өтсем, бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытудың тиімді жолдары деген тақырыпты алып келіп отырмын. Бұл авторлық бағдарламаның мақсаты проблемалы оқыту арқылы оқушылардың сауаттылық деңгейлерін арттыру. Бағдарламаның міндетіне келетін болсам, оқушылар бұл жаңағы өзара пікір таластыруға, өзінің пікірін дәлелді айтуға, соның ішінде топ ішінде белсенділік танытуға, өз шешімін айтуға, жұмыстарды орындауға үйренеді. Және де сонымен қоса өзіндік пікірін айтуға дағдылана отырып, мәтін құрастырады, ауызша сөйлейді, логикалық ойлаулары жаңағы ұстанымдарын дамыта отырып, функционалдық сауаттылығын арттырады. Бағдарламаның өзектілігіне тоқталсам, оқу сауаттылығы оқушылардың жазба мәтіндерді түсінуі және қолдануы, мәтін барысында ой толғауы, жаңа білім игерудегі әдіс тәсілдердің қолдануы, әлеуметтік ортаға бейімделу арқылы аталған курс осы мазмұны мен мақсатына бағыты бойынша құрастырдым. Оқушылардың ұлттық сана сезімге қалыптастыра отырып, туған өлкеден шыққан ұлылардың ұлағатты сөздерін жадыларына сақтай отырып, жыр шумақтарын, ұлы бабаларымыздың өлеңдерін, жырларын, шешендік сөздерін оқып тану. Білім алу барысында креативті ойлау арқылы, сонымен қоса сыни ойлау қабілеттері артады. Осы авторлық бағдарламаның мақсаты мен міндеттерін құрастыруға негіз болып отыр. Енді осы бағдарламаның күтілетін нәтиже, бағдарламаның өзектілігіне тоқталатын болсам, оқу сауаттылығы оқушылардың жаңағы білім беруде қалыптастыруға ғана емес, жеке тұлғасын дамыта отырып тәрбиелеу, білім беру процесінің экономикалық, экологиялық және психологиялық бағыттылығын қамтамасыз ету, білім беру мазмұнында гуманистік, интеграциялық және инновациялық тәсілдерге сәйкестігін қамтамасыз ету болып табылады. Сонымен осы авторлық бағдарламада күтілетін нәтиже жаңартылған білім мазмұны бойынша осы қазақстандық патриотизм мен азаматтық жауапкершілікті ала отырып, сыйластық, бірлескен жұмыс, ашықтық, білімі мықты, қарым-қатынас қабілеті жоғары, тәртібі, жаңағы тәрбиелік жағдайлар, дағдылары қалыптасқан, шығармашылық қолдана отырып, сыни ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізе отырып, ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану және де осы ғаламтордағы әртүрлі ойын тәсілдерін пайдалана отырып қолдану. Және де тілдік жаңа нормаларды меңгеру барысында топта және жеке жұмыс жасау, жұптық жұмыстарды орындай білу, алған білімдерін жинақтап, әртүрлі мәселелерді шешуде қолдану икемділіктерін дамыту. Енді осы аталған авторлық бағдарламам жаңағы оқу жоспарының вариативті бөлігінің оқу бағдарламалары мен элективті курстарды
сараптамадан өткізілген және де білім туралы заңына сәйкес әзірленді. Бұл жаңағы авторлық бағдарламада 8 бөлімнен тұрады. Орфографиялық кіріспе бөлімі, мәтін, дыбыс, сөз және оның мағынасы, сөз құрамы, сөйлем мүшелері, сөз таптары деген бөлімдермен құрастырылды. Алдарыңыздағы жаңағы авторлық бағдарламам жылына 34 сағат, аптасына 1 сағат күнтізбелік тақырыптық жоспар құрастырылды. Енді осы авторлық бағдарлама бойынша Абай атындағы Қазақ ұлттық университетінің академигі Орақованың рецензиясы мен және антиплагиаттан өткен анықтамам және осы бастауыш сынып оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытудың тиімді жолдары атты авторлық бағдарламадан баспадан шыққан деген сертификатымен жаңағы өзім жетістік ретінде жинақтап отырмын. Енді құрметті әріптестер, осы бағдарлама бойынша қазіргі таңда өзім 3-ші сынып бойынша қазақ тілі әдебиетінде осындай көптеген функционалдық сауаттылықтың тиімді жолдарын дамытуда осындай көптеген сабақтарда пайдаланамыз. Топтық жұмыс, жеке жұмыс, ұжымдық жұмыста балалар белсене қатысып, өз ойларын еркін жеткізіп, сонымен қоса жаңағы заманға сай талапты шәкірттер дамып келе жатыр деп ойлаймын. Енді осы авторлық бағдарламамды таратуда осы ұстаз тілегі республикалық ғылыми әдістемелік журналының желілік басылымында осы авторлық бағдарламамды ұсынып, алғыс хатымен марапатталдым. Одан кейін осы 24-25 оқу жылында педагогикалық идеялар фестивалінде аудандық кезеңінде осы авторлық бағдарламамды ұсынып, мадақтамамен марапатталдым. Енді осы авторлық бағдарламамды тыңдап, назар аударғандарыңызға рахмет. Рахмет. Мақаншы біттік, әріптестер, Жаңа Семей өздеріңізде. Сәлеметсіздер ме? Көрініп тұр ма? Мен Озерке орта жалпы білім беретін мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Бексұлтанова Айгүл Қуандықовна. Мен таңдаған тақырыбым оқушылардың оқылым дағдысын дамытуға арналған әдіс тәсілдер. Біріншіден осы көмекші құрал ретінде жас ұстаздарға арналған және әдістерді зерделегісі келетін басқа мұғалімдерге де оқу үдерісіне шығармашылықпен қолдануға берілген жасалған көмекші құрал. Осы әдістемемізде біріншіден бірнеше әдіс тәсілдер ұсынған. Неліктен мен осы тақырыпты таңдадым? Себебі бізде төрт дағды. Ол оқылым, одан кейін жазылым, тыңдалым және айтылым. Осы оқылымға назар аударғанымыз көбінесе балалар оқу техникасы жақсы болғанымен мәтінді мағынасын ұқпай қалатыны бар. Сондықтан бір жібіді, тір жібіді көбінесе бізде мәтінмен жұмыстар беріледі. Ол жерден мәтіннің негізгі ойды анықтау, мәтіннің тақырыбын анықтау және бағытталған сұрақтар беріледі, оған сұрақтарға жауап беру керек. Сол оқылымға берілген барысында біз бірінші мазмұнын түсіну үшін және мазмұны біріншіден біз енді
берілген мәтінді болжай білуіміз керек. Ол деген мәтіннің басын оқып, әрі қарай не болатын екеніміз балалар болжау арқылы, содан кейін оқулықта берілген мәтін бойынша салыстыра отырады. Үшінші, ол бізде танысу үшін оқу. Бұл тәсілдің негізгі идеясы стилі мен құрылымын анықтау үшін мәтінді тез жүгіртіп шығуды көздейді. Бұл тәсілді болжамдарды дәлелдеу үшін пайдалануға болады. Келесі, мәтінге қарап болжау жасау. Мына жерде бұл тәсіл бойынша оқушылар таныс емес сөздердің мағынасын анықтау үшін беріледі. Осы тәсілді тексеру үшін мұғалім оқушыларға ойдан шығарылған сөзі бар бір сөйлемді ұсынады. Одан оқушылар қалған сөздерге қарап, бұл сөздің мағына не беру мүмкін екеніне айтуға тырысады. Бесінші, терминдер арқылы болжау. Яғни, мәтін мазмұны бойынша тақтаға бірнеше сөздер ұсынылады. Сол бойынша балалар сол термин арқылы сабақтың тақырыбын ашады. Келесі, кім көп оқиды? Мына жерде сәйкестендіру жұмысы ғой. Бір жағынан автордың ат жөні беріледі, келесі жағына автордың сол шығармасы беріледі. Мына жерде балалар сәйкестендіру жұмысын өткізеді. Ойлан тап. Әдісінде мұғалім шығармадан бірнеше үзінділерді оқиды. Содан кейін бұл қай шығармадан екенін табу керек. Тізбек. Екі команда шығарманың мазмұнын тізбектеп оқиды, және де шығарма мазмұнын айтып, қай топ бірінші айтады, сол топ мысалы жеңіске жетеді. Келесі, анықтама бюросы. Анықтама бюросы дегеніміз ол мысалы тағы да ақпарат беру керек. Ақпарат беру дегенде қатысушылар мәтіндерді қарап шығады, яғни саяхатшылар қандай ақпарат беру керек. Мысалы, қала туралы болсын, дәріхана туралы болсын, дәл осы тақырыпқа сай сабақтың мақсаты жоспарланады. 10-шы, ойлан, жұптас, талқыла. Бұл әдісімізде ой қозғау стратегияларының негізгілерінің бірі. Мына жерде оқушылар, кез келген оқушыға өзінің алғашқы білетіндерін оралып, оның ішінде осы түсінікпен сөзге назар аударып, мүмкіндік береді. Мына жерде біріншіден олар жұптармен бөлісіп отырады, көбірек сөздеме идеялар оларға көмек береді. Содан кейін олар топта осын талқылайды. Әрине, мына жерде уақыт беріледі. Келесі, түртіп алу әдісі деген ол тақтаға бір парақшаға беріледі кесте. Мына жерде плюс, минус және қызықты деген не тұрады, бөлім тұрады. Сол бойынша мысалы оқушылар, мен осы мәліметпен таныс болдым, қызық плюста қояды, немесе таныс емеспін, немесе маған қызықты болған деп нелерін білдіреді, жазады. Келесі 12-ші, 5-5-1, ол деген не? 5 сөйлем жазылады, одан кейін 5 сөйлемді 5 сөзге дейін қысқартамыз. Соның 5 сөзден тек қана бір сөз қалады. Сонда мына жерде ол түйінді сөз болу керек. 10-шы берілген ол желпеуіш деп айтамыз, немесе веер деп айтамыз. Ол жерде бір жағынан сұрақтар қойылады, екінші жағынан сол сұраққа балалар жауап жазу керек. 14-ші данышпан үкілері дейбіз. Мына жерден бірінші мәтіннен негізгі ойын бір сөйлемін айтуымыз керек. Таныс және таныс емес сөздерді, ақпараттарды жинақтаймыз. Иллюстрациялық бейнелеу, яғни мәтінге негізгі ойды білдіретін сурет болады ма, сызба ма, карикатура, тағы да басқа көрнекіліктерді пайдалануға болады. Үлгі боларлық қорытынды. Яғни осы жерде оқыған мәтіннен келешекте қажет болатын маңызды қорытынды шығаруға бола ма деген сұрақ туындайды. Содан кейін талқылауға арналған маңызды тақырыптар. Осы жерде сыныпта талқылауға тұрарлықтай ерекше көңіл бөлуге болатын ойларды
пікірлерді көрсете білуіміз керек. Келесі біздің әдіс тәсіліміз ол домино. Домино деген сияқты домино ойын барысында парақ қағазымыз екі бөлікке бөлініп, тағы да мына жерде сұрақ болады, одан кейін келесі жағына жауап беріліп тұру керек. Мына жерде доминоны құрастырғанда жылдам құрастыру керек, және қай топ дұрыс құрастырды, сол енді мысалы жеңіске жетеді. Кубизм әдісі, ол енді біз білеміз, текшеде 6 қыры бар, 6 сұрағы бар, иә. Сол мысалы біріншіден суретте болады, суреттеу керек, екінші салыстырамыз, үшінші байланыстырамыз, одан кейін таңдаймыз, одан кейін оны қолданамыз, одан кейін дәлелдейміз. 17-ші тарсия әдісіміз, көбінесе тарсия әдісіміз біз оқытуда жұптық жұмысында, топтық жұмыстарда пайдаланамыз. Тарсия әдісіміз ол 3 бұрыштардан, 4 бұрыштардан деген фигуралдан тұрады, пазл. Яғни сол жерде негізі бұның шаблоны бар, дайын шаблоны бойынша құрастырылады сұрақтар. Сол сұраққа жауап береді, балалар бір фигураны жинақтайды. Осы тапсырмалар болады, 6-15 тапсырмадан тұрады, немесе 20-30 тапсырмадан тұрады. Тарсия әдісі көбінесе оқушының белсенділігін, пәнге құштарлығын, сыни ойлау қабілетін және ізденімпаздығын арттырады. Жасырынып жатқан қабілеттерін ашуға көмектеседі. Яғни оқушыларда, білім алушыларда өзіне деген сенімділік пайда болады. Мына жерде берілген суретте сабақтың үзінділері. Міне алдарыңызда берілген тарсия әдісі көрсетілген, одан домино. Одан кейін мына тағы да берілген бір әдіс, мысалы сабақ барысында бір мәтін берілгенде оқушылар тізбектеп оқиды. Келесі партаға барып, басқа оқушының, көрші оқушының партасына барып, сол оқулықтан тағы оны жалғастыру керек. Мына жерде оқушылардың жылдамдықтарын арттырады, және балалар зейін қойып оқу қажет. Дәл осылай мына жерде көрсетілген кубизм әдісі және желпеуіш әдісі. Желпеуіште берілген сұрақтарға оқушылар жауап береді, сол тақырып бойынша. 18-ші тағы да бізде берілген әдіс тәсілім ол тізбектей оқу. Ол дегеніміз берілген мәтін бойынша оқушы оқулықтан жалғасын табады, оқу керегі. Тауып оқиды. 19-шы диаманта деген әдіс тәсіліміз, ол да синквейнге ұқсайды, бірақ синквейнде 5 жол болса, диамантада бізде 7 жол. Бірінші, 7-ші жолдар ол антоним зат есімдер. Бірінші зат есімге 2 сын есім құрастыру. Үшінші, бірінші зат есімге 3 етістік. 4-ші зат есімді 2 сөз тіркесі жазамыз, сөз тіркесін. 5-ші, 2-ші зат есімге 3 етістік жазу. 6-шы, 2-ші зат есімге 2 сын есім жазу керек. Келесі біздің әдіс тәсіліміз жаңа сөздерді үйренуге арналған оқылым. Мына жерде сөздердің астын сызу керек, және оқушылар ол берілген сызылған сөздердің мағынасын айтуға тырысады, танысады. Мына жерде тағы да мәтіндік байланыс көрсетіледі. Содан кейін және де осы сөздерді синониммен ауыстыруға болады. Енді мен осы авторлық бағдарламамда республикалық ғылыми әдістемесі педагог журналына жарияладым. Нөмір 3, 19-шы журналында. Назарларыңызға рахмет.
Сәлеметсіздер ма? Естіліп тұр ма? Сәлеметсіз бе, естіліп тұр? Естіліп тұр, естіліп тұр. Сәлеметсіздер ма? Абай облысы білім басқармасының Жаңа Семей ауданы білім бөлімінің Озерки жалпы орта білім беретін коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бастауыш сынып оқытушысы Райстанова Ляззат Каримхановна боламын. Менің сіздерге ұсынып отырған әдістемелік бағдарламамның тақырыбы бастауыш сыныптарда күрделі теңдеулерді шешудің әдіс тәсілдері. Жалпы әдістемелік құралдың мақсаты бастауыш сыныптарда математиканы оқытудың үдерісі, жұмыстың бұл жерде жаңалығы теңдеу шешу арқылы жаңағы оны тәсілдерін үйретіп оқыту әдістемесі мен тәжірибесі бір ғана сыныптың ғана емес, бастауыш білім беру деңгейінде бір тұтас және өзара байланысты тұрғысынан қарастырылуында. Негізі құралдың міндеттері қарапайым күрделі теңдеулердің шығару жолдары көрсетілген сандар және олардың практикалық есептеу қызметіндегі рөлі туралы түсініктерін дамыту, ауызша және жазбаша есептеулердің практикалық дағдыларын дамыту, есептеу мәдениетін қалыптастыру, күрделі теңдеуді шығарудың жолдарын түсіндіру, санды және әріпті өрнектерді түрлендіру дағдыларын қоса қалыптастыру, бір айнымалысы бар теңдеулерді шығару біліктіліктерін дамыту, бір айнымалысы бар теңсіздіктерді шығару біліктіліктерін қалыптастыру. Жаңағы бағдарламаның өзектілігі логикалық және аналитикалық ойлауды дамытады. Математиканы оқыту барысында жаңа оқушылар логикалық ойлау мен дәлелдеу дағдыларын меңгереді. Математикалық тапсырмаларды, есептерді шешу барысында олардың ойлау жүйесі қалыптасады және мәселелерді дұрыс әрі дәл шешуге үйренеді. Жалпы теңдеуді шешу, математиканы білу қоғамдық өмірде қажетті дағдыларды қалыптастырып, ғылыми және техникалық прогрестің негізін қалайды, креативті ойлау мен проблемаларды шешу дағдыларын арттырады оқушыларда, және бұл математика экономиканың негізі, технология мен инновациялар және болашақ мамандықтарға жол ашып, өмірлік маңызды дағдыларын дамытады. Енді математика білімінің жоғары деңгейі қазір көптеген заманауи мамандықтарға, оның ішінде ақпараттық технологияларға, қаржы, инженерия, ғылым, медицина сияқты салаларға жол ашып отыр. Негізі математиканың өмірлік дағдыларды дамытуында есептеулер мен логикалық тәсілдер арқылы адамның күнделікті өмірде қажетті дағдыларын дамытуға септігін тигізеді. Мысалы, уақытты дұрыс бөліп алу, тиімді жасау, жаңағы сатып алуларды, қателіктерді түзету және шешім қабылдауларында аналитикалық тәсілдерді қолдану. Негізі бұл жұмыстың маңыздылығы жаңағы бастауыш сыныптарда математика негіздерін дұрыс түсіндіру және дұрыс игеру әдіс тәсілдерін қолдану болып табылады. Бұл кезеңде бастауышта оқушылардың логикалық ойлау қабілеттері, жаңағы таңдау, талдау дағдылары, түсініктері енді қалыптаса бастайды. Ал күрделі теңдеулерді шешу арқылы оқушылар математиканы тереңірек түсініп, абстрактілі ойлап, сол қабілеттерін дамытады. Және сол теңдеулерді шешудің әртүрлі тәсілдерін үйрену олардың сандық жаңағы ойлау дағдыларына баулиды. Бұл енді жұмыстың маңыздылығы. Бұл жаңағы әдістемелік бағдарламада күрделі теңдеулердің әдіс тәсілдерін шешуде берілген. Зерттеуде бірнеше әдіс тәсіл жаңағы ұсынылған. Мысалы, теңдеулерді шешуде бірінші теңдеуді шешудің екі жағында да бірдей амалдар қолдану арқылы шешу ұсынылған. Бұл кезде оқушылар жаңағы теңдеудің теңдігін сақтай отырып, оны шешуді жеңілдетуге мүмкіндік береді. Екінші, оқушылардың қызығушылығын арттыра отырып, оларға визуалды құралдарды пайдалану арқылы. Мысалы, теңдеулерді шешуде балалар түрлі графиктар мен диаграммаларды қолданып, және соған оқушылардың назары ауып, оқушылардың ұғымдарын жаңағы беріктігін қалыптастырады, арттырады. Қадамдық тәсілмен теңдеуді шешудің әрбір қадамын нақты түсіндіреді. Жаңағы түсіндіріп көрсету, мысалы, сандарды қою арқылы да. Оқушылардың бұл
көрсете отырып түсіндіру прогрессті толық меңгеруіне көмектеседі. Оқушыларға жаңағы әрбір кезең олардың ойланып тереңірек жаңағы шешімін тереңірек ойланып қате жібермеуге мүмкіндік береді. Жаттығулар мен практикалық тапсырмалар. Тұрақты түрде жаттығулар орындау арқылы оқушылар өздерінің білімдерін нығайтып, беріліп тұрған жаңа тақырыптарды тереңірек меңгереді. Және бұл жұмыста қарастырылған оқу процесіндегі нақты қолдану мен мысалдар, тапсырмалар оқушыларға ұсынылған. Оқушылардың түсініктері тереңдеп, оқытудың тиімділігі артады. Балалар, жаңағы оқушылар қарапайым теңдеу шешуден бастап, оларды түрлі деңгейдегі күрделілікке дейін көтеру арқылы олардың математикалық жаңағы пәнге дегенде қызығушылығын оятуға болады. Енді жалпы жаңағы мына жерге мен есептерді көрсетіп қойдым. Енді теңдеулер, теңсіздіктермен салыстыру, тура емес, тура теңдік, тура емес теңдіктерді, жаңағы теңдеулер құрудың, оны шешудің маңыздылықтарын көрсетілді. Негізгі жалпы теңдеу деген ол белгісіз, ал енді бастауыш сыныптың кез келген оқушысы бір белгісіз нәрсеге құмарту, оны тереңірек білуге өзін-өзі ынталандырады мұғаліммен қоса. Енді жалпы қорытындылай келе, жаңағы бастауыш мектепте теңдеуді оқытудың әдістемесінің мақсаты нақты теңдеуді шешу арқылы оқушылардың логикалық ойлау деңгейін дамыту, білім алушылардың сапалық білім алуы негізінде математикалық сауатты болуын қамтамасыз ету, теңдеулермен арқылы оқушылардың логикалық ойлауын дамытудың өзіндік ерекшелігі олардың жаңағы ақыл ойының белсенді дамуына бағытты және тиімді әсер етеді. Және балалардың жас мөлшеріне сәйкес дүниетанымның ерекшеліктері бұл жерде барынша толық ескеріледі. Енді назарларыңызға рахмет. Жана семейсіздер болдыңыздар ма? Бастауыш болдық біз екеуміз. Онда жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Рахмет сіздерге де. Сау болыңыздар. Шыға береміз бе? Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау Рахмет болыңыздар. назарларыңызға. Шыға береміз бе? Жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Бастауыш бітті. Шықпай жатырмыз. Есепті айтқанша айтамайды. Сау болыңыздар. Шыға беруге бола ма енді? Болады,